Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге сабақта қолдануға болатын ерекше программалардың бірі туралы айтпақшымын. Бұл программаны бастауыш сынып, жоғарғы сынып, колледж, университет барлық білім алушыларға қолдана беруіңізге болады. Өте қызықты болады. Мен бұны өз тәжірибемнен білетіндіктен сіздермен бөлісуді жөн санадым. Оны кез келген интернет желісінде жазып қолдана беруіңізге болады. Яндекс болсын, Google болсын, Opera болсын, мейлі қандай интернет желісі бар сізде, соның кез келгеніне жазып іздейсіз. Ол Learning Apps программасы. Мінекей, өстіп Learning Apps программасы, өстіп Learning Apps деп терсеңіз, осылай жоғары жағында шығады. Ең бірінші Learning Apps программасын бастамыз. Learning Apps программасына кірген кезде осылай оң жақ жоғарғы жақ шетіне өздеріңіздің мәліметтеріңізді жазып тіркеле берулеріңізге болады. Бұл жерде менде Гүлмарал Бердібаева деп шығып тұр. Өйткені мен бұл программаны қолданып жүргендіктен осылай менде автомат түрде шығып тұрады. Мінекей мынандай адамның бейнесі тұрады. Осы жерден басып өздеріңіздің мәліметтеріңізді жазып тіркеле бересіздер. Мысалға менде осыған дейін көптеген ойындарды жазып мен қолданғанмын, сондықтан менде автомат түрде шығады мои упражнения. Сіздер жаңадан кіріп жатқан болсаңыздар, сіздерде бұндай шықпайды. Мінекей 4-ші класс, балабақша, до 17-9, до 18-9 мен колледжде жұмыс жасағандықтан бұлардың барлығы автомат түрде менде шығып тұрады. Ал сізде бұл шықпауы мүмкін, сондықтан сіз новые упражнениеге кіріп осы жерден өзіңізге қажетті ойын түрін таңдап қолдана беруіңізге болады. Ал ол ойындарды қалай қолдануға болады, оның барлығын сізге әр сабақ сайын түсіндіріп отырамын. Егер де менде интерактив тақта жоқ қой, бұны мен не істеймін, маған бұның қажеті қанша деуіңіз де мүмкін. Интерактив тақта болсын, болмасын, бұл программаны қолдануыңызға болады. Ал ол қалай болады, мен оның барлығын сіздерге түсінікті етіп айтып беретін боламын. Мысалға, мына жерде найти пару деген ба, яғни өзің жұбын тап қой. Оны осы Learning Apps программасы арқылы және Learning Apps программасы арқылы емес, яғни қолдан, интерактив тақтан қолданбай қалай жасауға болады, оның барлығын сіздерге түсіндіріп айтып беретін боламын. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қоңыраушаны басқан кезде все дегенді басып қойсаңыз, менің жариялаған видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Сау болыңыз.